Сәлем достар, сендермен бүгін Minecraft KZ. Бүгін біз 3 декорация жасаймыз достар. Бұл унитаз, ванны және орындық. Әдемі достар, осы видеоның астынан түсіп лайк басып жазылыңыздаршы, өтінем. Менің каналыма кірсеңіздер, бұлдан да көп декорациялар бар. Ал біз бастаймыз. Достар, біздің бірінші декорацияма қажет, ол деген әрине су қажет бізге. Сосын бізге қажет кварцевый ступеньки. Кварцевыйдан соң біз аламыз, мысалы кварцевый блок аламыз. Сосын железный люк. Железный. Сөйтіп қызыл факел аламыз. Енді кірісеміз. Достар, бірінші былай 2 рет қойып аламыз. Достар, ұмытып кеттім. Және бізге қажет бір кнопка. Өстіп қойып алғасын кнопканы қоя салыңыздар. Сосын ступеньки аласыздар да былай қоясыздар. Жанына железный люктарды қоя салыңыздар. Сосын мынаны сындырасыздар. Бұлайынан әрі қарай істеп қоясыздар. Міне болды. Сосын мына жерді қазасыздар. Міне төменнен қоясыздар. Осы жерді істейміз. Міне бұлаймен жерді қазып бұлай қоя саламыз. Міне. Сосын суды аламыз. Қоя саламыз. Міне. Осында декорация. Достар, бұл декорация 1.11.0.4 деген версияда. Ал енді біз келесі декорациямызға көшейік. Келесі декорациямызға ступенька аласыздар қалаған. Сосын өстіп айландырып шығасыздар. Міне, осындай. Сосын өстіп суларды қойып шығасыздар. Міне, бізде осындай ванны шықты. Екеуін қолдансаңыздар болады. Енді келесі декорациямызға кетейік. Көшейік. Міне, ол үшін стержень края қажет. Мысалы, қалағаныңыз алайық. Мен мынаны алдым. Сосын люктың қарасын алам. Міне люктың қарасын алам. Міне. Газ. Міне бұлай қоясыздар, үстіне мынаны қоя саласыздар. Сөйтіп люкты алып үстіп жаба саласыздар. Оп-оңай, әдемі. Міне достар, бізде 3 декорация шықты. Егер 3 декорация сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, достар. Міне бізден да әдемі шын өмірдегі унитазға ұқсайды екен. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Сіздермен болған Minecraft KZ, сау болыңыздар.